Құрметті көрермендер, мен Баян Тойкебаева және де әлемді өзгертетін әйелдер подкасты. Біздің подкаст Қазақстан әйелдер күштері альянсы және де канадалық жергілікті инициативаларды қолдау қорымен бірге іске асырылып отыр. Бүгін біздің студияда Астана қаласының полиция подполковнигі, заң ғылымдар магистрі Гүлмира Шрахметова ханым келіп отыр. Қош келдіңіз біздің студияға. Енді осы 15 маусымда осы заңды осы криминализация бойынша қабылданып отыр ғой. Бұл заң енді осы Салтанат Нүкенованың осы қылмыстық ісі бойынша және де көптеген осы инициативалар бойынша заң қабылданды. Бұрында егер көп нәрселерді біз білмей, айтпай, ұят деп жатсақ, қазір көп әйелдер енді қыз келіншектер осындай зорлық-зомбылық бойынша фактілерді айтып, көпшілік бәрін біліп отыр. Сондықтан Гүлмира ханым, жаңа заң бойынша айтып кетсеңіз, қандай негізгі өзгерістер енгізіледі? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Жалпы 2019 жылдан бері қарай осы тұрмыстық зорлық-зомбылық проблемасы біздің еліміздің президентімен көтеріліп келе жатқан үлкен өзекті мәселе. Енді қазір 2024 жылы 15 сәуірде заңға қол қойылып, енді санаулы күндерден кейін заң күшіне енетін болады. Бұл қоғамдағы үлкен бір серпіліс, үлкен бір жаңалық деп айтсақ болады. Заман талабына сәйкес әйелдерге қатысты, жалпы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты жауапкершілікті қатаңдату, соның ішінде әкімшілік құқық бұзушылықтардың жаңағы қылмыстық санатқа ауысуы ол үлкен жетістік. Себебі қоғамда қазір барлығымыз білеміз, көп дүниелер отбасының ішінде, яғни жабық есіктің ар жағында болып жатыр. Бұл жерде заң нақты көрсетіп тұр. Бұл жерде қоғамда мысалы теріс ой пайда болмау керек. Тек қана әйелдердің құқықтарын қорғап, жаңағы ер адамдардың барлығын темір торға немесе жаңағы жауапкершілікке тартып, олай емес. Шын мәнісінде кім зорлық-зомбылықты көрсетіп тұр? Бұл жерде ол ер адамда болуы мүмкін, ол әйел адамда болуы мүмкін, ол басқа да адамдар болуы мүмкін. Сонда зорлық-зомбылықты көрсеткен субъект жауапкершілікке тартылады. Бұл жерде қазіргі енді қолданыстағы әкімшілік құқық бұзушылықтағы нормаларға тоқталатын болсақ, мысалы 73-ші бап, 70 прим 1, прим 2 баптар, бұлар отбасы тұрмыстық қатынастардағы құқық бұзушылықтар. Соның ішінде мысалы ұрып-соғу бабы қазір неге қылмыстыққа ауысты. Одан кейін денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру бабы да қылмыстыққа ауысты. Бұл жерде 25 тәулік ұрып соққан үшін жаңағы денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру 50 тәулікке бас бостандығын айыру нормалары көзделіп отыр. Ең басты жаңағы назарды аударатын дүние, бұл жерде алдындағы, мысалы былтырғы өзгеріске тоқталатын болсақ, жәбірленушілердің көбі арыздан бас тартып сөйтіп жатты ғой. Былтыр мысалы біз арыздану сипатынан анықтау сипатына көшкен болатынбыз. Ол да бір серпіліс берді. Енді жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз салтанат туралы, салтанаттың жағдайын, салтанатқа қатысты дүниелерді жаңағы тікелей эфирден тек қана Қазақстан емес, әлемнің түпкір-түпкіріндегі мемлекетті, енді бұл өкінішке орай тұрмыстық зорлық-зомбылық проблемасы тек қана Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемде бар екенін айшықтап отыр. Егер бұл проблема болмаса, онда басқа елдерден бұған қызығушылық тумаушы еді. Енді тағы да бір айта кететін жайт, мысалы, көбіне қоғамда мынандай теріс ой болатын. Тұрмыстық зорлық-зомбылық тек қана әлеуметтік аз қамтылған немесе жағдайы жоқ, білімі жоқ, үйде отырған, ошақ қасында отырған адамдардың отбасыларына ғана болады деген дүние болды ғой. Сондай ой болды ғой. Қазіргі кезде бұл тұрмыстық зорлық-зомбылық
ұлтқа, дінге, нәсілге, әлеуметтік жағдайға немесе жаңағы білімге байланысты емес барлық отбасылар бұнымен кездесіп қалуы мүмкін екендігін көрсетіп отыр. Енді қазір полиция департаментінің қызметкерлері осы заңның күшеюіне байланысты қарқынды жұмыс дайындық үстіндеміз. Қазір мысалы жеке құрамды толық 100%-дай осы жаңа нормаларға байланысты оқыту аяқталды. Қазір техникалық, материалдық жағдайларды қамтамасыз етуге де жұмыстар жасалып жатыр. Гүлмира Тілеуғалиевна, енді осы заң 15 маусым 1-2 күн қалды ғой. 15 маусымда заң өз күшіне енеді. Содан бастап мысалы не өзгереді? Нақты 1-ші, 2-ші, 3-ші деп біздің көрермендерге нақты айтып кетсеңіз. Мысалы әйелдерге, еркектерге, жастарға қандай өзгерістер болады нақты? Бұл ең бірінші кезекте енді бұл жерде тағы да біз қоғамды үркітіп, шошытып алмауымыз керек. Қылмыстық жауапкершілікке тартылу дегенде көбінесе әйелдер былай ойлап қалады. Жалпы өз әйел адам табиғатына байланысты отбасындағы ұйытқыны, берекені, тыныштықты ойлап тұрады ғой. Енді өзі соққының астында жатса да, көп әйелдер агрессорды кешіріп, оған мүмкіндік беріп сөйтіп жатады. Бұндай жағдайда екінші бір тағы да шығып тұрған дүние, жолдасымды немесе агрессорды қылмыстық жауапкершілікке тартылса, балаларының болашағына бір қандайды бір балта түседі дегендей, ондай ой болмау керек. Өйткені бұл екі санатта қылмыстық теріс қылық болғаннан кейін бұл жаңағы балалардың болашағына жаңағы соттылықты көрсетпейді. Сондықтан ең бірінші кезекте мен айтатыным 102 каналына қоңырау шалып болған жайды жаңағы айтып мазмұндап беру керек. Екіншіден, қазір кешеде біз сот органдары мен прокуратура қызметкерлерімен үлкен жаңағы кешенді дөңгелек үстел өткіздік. Сонда бүкіл осы тәжірибеде кездесетін проблемалардың барлығын ашып, соның шешу жолдарына жаңағы алгоритмдар жасадық. Енді бұл жұмыс біздің енді 16 күнге шейін дайындығымыз. Бұл жерде ең бірінші кезекте жүзекке келіп түскен қоңырау болғаннан кейін бұл жерге кезекші тергеу тобы барады. Арызданып болған жағдайды мән-жайды дұрыстап анықтап айтқаннан кейін агрессорды біз алып кетеміз. Агрессорды алып кетеміз де онымен жұмыс жасалады. Яғни егер ол отбасында енді біздің барлық полиция қызметкерлері бейне тіркегішпен қамтамасыз етілген. Ол бейне тіркегіште үйге кірген кезде үйдегі жиһаз, үйдегі қандай да бір жаңағы заттар шашылып жататын болса, немесе әйел адамның или басқа адамның денесінде зорлық-зомбылықтың іздері болатын болса, бұл жеткілікті болады. Сосын кейін қылмыстық іс бірден қозғалады. Сосын кейін сот медициналық сараптама тағайындалады. Сот медициналық сараптамамен кеше тағы да жаңағы юстиция департаментімен сөйлестік. Олардың да өкілдері болды. Бұл жерде де сот медициналық сараптаманы тез, қысқа мерзімде қарастыруға мүмкіндік жолдарын қарастырып жатырмыз. Бұл жерде егер сот медициналық сараптамадан бас тартып өтпеймін деп жатса, онда біз оны ұрып-соғу бабымен де өткізе аламыз. Енді өйткені бұрында ол әйелдерге өздері сот сараптамаға бару керек, дәлелдеу керек. Осылай мен увечье мысалы, андай жеңіл немесе орташа деп, соның бәрін жүгіріп жүру керек қой. Ал қазір не өзгерді? Қазір соның бәрі жеңілдеп отыр ма сонда? Жеңілдеп отыр. Қазір бұл жерде ең бастысы әйел адам өзінің жаңағы денесіндегі жарақатын жасырмай, оны немесе видеоға да, фотоға да түсіріп, соны да материалға жаңағы қосуға болады. Ал бұрында мысалы агрессормен заявлениені әйелдер жазады, сосын алып кетеді ғой, туыстар айтады алып кет, мысалы туыстар, балалар бәрі әйелмен сөйлесіп. Қазір енді осы сотта ғана сотта бір-ақ рет татуласуға болады. Болды, одан кейін татуласу деген болмайды. Деген жоқ. Енді
Енді мына жерде тағы бір айта кететін жайт, бізде мысалы осы биылғы жылдың 5 айының ішінде Астана қаласында осы тұрмыстық отбасылық тұрмыстық жағдайда 32 қылмыс тіркеліп отыр. Сол 32 қылмыстың барлығы дерлік неде бұрын 102-ге хабарласпаған, полицияға шағымданбаған отбасылар. Бұл біз жасаған талдаулардан кейін шығып отырған нәтиже, яғни алдында мысалы әкімшілік тұрғыдан біз жұмыс жасап, полиция барып кірісіп, онымен профилактикалық жұмыстар жасалған отбасыларында қылмыс жоқ. Яғни біз оның алдын алып отырдық. Ал енді мына жағдайларда әйел біраз уақыт бойы осы зорлық зомбылыққа шыдап, ешкімге шағымданбай, ешкімнен көмек сұрамай, өз бетімен өзі келе жатқан отбасылар, енді бұл жаңағы эмоцияның, аффект жағдайының, ашудың, ызаның кезінде жаңағы қолдарына үйдегі ас үй пышағын алып, жаңа пышақтап жатқан жағдайлар бар. Енді осы эфирді пайдаланып айтқым келетіні, ең бірінші кезекте осындай нәрселерге жеткізбес үшін біріншіден 102-ге хабарласу керек. Өйткені полиция сізге көмек көрсетеді, болатын үлкен қылмыстың алдын алады. Гүлмира ханым, ал егер әйелдер өздері хабарласпаса, осы 32 факты қайдан шығып отыр? Көршілер айтып отыр ма? Жоқ, бұл қылмыс болып тұр ғой. Қылмыс болып тұр. Қылмыс болғаннан кейін енді оған міндетті түрде полиция барады ғой. Бұл жерде полицияны шақырмай, мысалы 103-ке хабарласып, жедел жәрдем шақырса, бізде ведомство аралық байланыс бар. Біз міндетті түрде олар бізді хабарлайды. Ең басында хабарласпай, уже өршілеп, уже қылмыс болып қойғаннан кейін шығып отыр ғой. Шығып отыр. Ал негізінен тек қана осы ұрыс соғыс басталғанда ең бірінші бір сондай болып жатқанда хабарласу керек. Бұл жерде полицияға хабарласудан қорықпаңыздар дегім келеді. Өйткені алғашқы осы зорлық зомбылық фактілер болған кезде полиция кірісіп, тек қана полиция емес, бізде Астана қаласында әйелдер істері және отбасы демографиялық саясат комиссиясының мүшелерінің осы жұмысқа тартылуына байланысты, яғни ол жерде бүкіл мемлекеттік органдар бар, үкіметтік емес ұйымдар бар. Біз өзіміздің кешендік жұмыстарға шақырамыз. Осы кісілердің тарапынан психолог мамандар да тегін түрде көмектесіп жатады. Жұмыспен қамтылмаса, жұмысқа орналасуға көмектесіп жатады. Жаңағы қандай да бір мемлекеттік пособиялар алуға көмектесіп жатады. Яғни бұл жерде бір терезе тәсілі мен бірнеше отбасыға бірнеше мемлекеттік орган көмектесе алады. Енді өзіңізде сол чатта барсыз, мысалы өзіміздің еркімізден немесе шамамыздан тыс болып жатқан жағдайда чатқа жаңағы ақпаратты жіберген кезде барлығы жұмылып, сол бір отбасына максимум көмектесуге тырысып жатыр. Бұл өйткені шынымен ақ жақсы шара, жан-жақты тек қана полициядан ғана емес, мысалы медициналық көмек керек болып жатса, бір пособие, бізде жанұя деген центр бар ғой, сол жерде көмектеседі, және де бір жұмысқа орналастыру, сондай көп мәселелерді жан-жақты шешуге болады. Ал енді осы заңды орындауға қазір полиция қандай дайындық өтіп жатыр? Енді осы сіз айтып кеттіңіз ғой, біз круглый стол, одан басқа да не істеліп жатыр? Енді полиция қызметкерлері күнделікті өздеріне жүктелген міндеттердің аясында ары қарай күнделікті өз жұмыстарын жасап жатыр. Сонымен қатар осы қылмыстық істі қалай жүргізу, қылмыстық істің макетімен танысу, оны электронды түрде жүргізу, полиция қызметкерлеріне жаңағы анықтау органдары, тергеу органдары учаскелік полиция инспекторларына көмектесіп, осы істі тергеп, материалды толықтырып, сотқа қалай жіберу керек, прокуратурамен қалай байланыс, яғни жаңағы 3 трехзвенная модель дейді, соның аясында қызмет атқарып жатырмыз. Ал енді осы заңды орындау кезінде кедергілер болады ғой. Сол туралы айтып кетсеңіз, қандай кедергілер бар, оларды қалай жеңілдетуге болады?
Енді ең бірінші кезекте кедергілердің біреуі сол ана сот медициналық сараптама. Яғни бұл жерде жаңа басында айтып өттім, егер сараптамадан бас тартатын болатын болса, онда ұрып соғу бабымен де өткізуге болады. Ал егер сараптаманың нәтижесін күткен кезде, мысалы кешегі жиында да енді осы проблеманың шеті ашылып қалды. Біздің қаламызда сот медициналық сараптаманың 24/7 режимде жұмыс істеу мүмкіндігі қарастырылмай отыр. Ал енді отбасы тұрмыстық саладағы қылмыстар, құқық бұзушылықтар бұлар түнгі уақытта болады, кешкілік уақытта болады. Күндізгі уақытта мысалы ол өте аз. Ал жаңағы сот медициналық сараптама жүргізетін орган, ол жаңағы 24/7 біз сияқты, полиция сияқты қызмет атқару керек. Яғни қылмыс болды, сол жерге полиция барғаннан кейін жәбірленушіні бірден сот медициналық сараптамадан өткізген дұрыс. Ол бірнеше күнге қалып қойса, тағы да жаңа бағана өзіңіз айтып өткендей, ол әйелге немесе сол жәбірленушіге отбасының басқа да мүшелері, туыстары ықпал ету арқылы жаңағы істі басқа бағытқа бұрып жіберуі мүмкін. Сосын эмоциясы басылып қалған кезде, тараптар бір-бірімен бір мәмілеге келген кезде жаңағы арыздан бас тартып немесе басқандай шара қолданбауды сұрап жататын жағдайлар бар. Жақсы, енді заңды арғатай да жетілдіру керек қой. Өйткені мен осы жақында Қырғызстанда болдым, осы орталық Азия мемлекеттерінің әйелдері жиналып, сол кезде қарасам, қазір агрессорларға электрондық браслеттер дейді ғой, сондай орнатып жатыр. Бұл енді біз заңды қабылдадық, криминализация болды, бірақ та әлі де дамыту керек па, тағы не істеу керек, қандай шаралар істеу керек осы негізінен осы жағдайды өзгерту үшін? Енді Баян Жұмашевна, сіз өзіңіз былтыр бізде Астана қаласында Адара пилоттық жобасы енген кезде соның басы қасында жүрдіңіз, өзіңіз бір кісі оны жақсы білесіз. Сол жаңағы канадалық тәсіл бойынша біз міне әлі күнге шейін жұмыс жасап келе жатырмыз. Бұл жерде қазіргі таңда сол былтырғы жылдан бері қарай 99 агрессор бізде қазір жоғарғы тәуекел аумағында тұр. Бұлармен енді жұмыс жасап жатырмыз. Дегенмен де болашақта осы Германияның тәсілін, әдісін алсақ деген ой бар. Енді мен ол жеке өз ойым, тәжірибеде жүрген маман ретінде айтатыным. Адам, агрессор, егер сол психокоррекциялық жұмысқа өз еркімен келсе, онда жаңағы жауапкершілікке, яғни қамаққа алуға, 25 немесе 50 тәулікке отыруға, қоғамдық жұмысқа тартқаннан босатылса, онда агрессордың отбасындағы жүріс-тұрыс моделі, отбасындағы басқа мүшелермен қарым-қатынасы өзгерер ме еді? Ол өзгерер еді, өйткені ана жерде кәдімгі бағдарламамен ол кісілерді психокоррекциялық жұмыс жасайды, яғни ол адамды біз реабилитировать етіп өз отбасына қайтарып береміз. Енді көптеген бізде дағдарыс орталықтары бар. Мысалы, ол дағдарыс орталықтары көбінесе әйел адаммен жұмыс жасайды. Әйел адамды жаңағы бойындағы барлық қорқынышын немесе жаңағы психологиялық тұрғыдан, эмоционалдық тұрғыдан тәуелділік дәрежелерімен жұмыс жасап, оны отбасына қайтарған кезде бізде агрессормен ешкім жұмыс жасамай отырған үлкен проблема бар. Енді агрессорлармен де жұмысты жақсылап жолға қойсақ, сонда бүкіл отбасыға біз толыққанды көмек берсек, ары қарай сол отбасы қолыстасып дұрыс өмірін сүрсе деген ой. Бұл жерде Гүлмира ханым өте дұрыс айтып кеттіңіз, өйткені біз тек қана әйелдермен ғана істесек, негізінен толық отбасымен істеу керекпіз ғой. Тек қана әйелмен емес, біз еркектермен, агрессорлармен және де балалармен де жұмыс істеу керекпіз. Жан жақты сол кезде солармен бірге балалармен психологтар істесе, еркектермен психологтар істесе, және де еркектермен тек қана психолог емес, көбінесе бұндай жағдай неден болып жатыр? Өйткені оларда жұмыс жоқ, мысалға, немесе арақ ішеді, немесе андай лудомания дейді ғой, ойын ойнайды, әртүрлі қарау керек. Мысалға отбасын бөлек анализ жасап, мысалға
бұл семьяда бұл неден болды. Иә, себептерін анықтап. Себептерін анықтап, сол себептермен біз енді систематикалық түрде жұмыс істесек, сол кезде ғана менің ойымша бұның жемісі болады. Сондықтан біз отбасымен сондай пилот жобасын бастадық қой енді. Бірақ та ол пилоттық жоба осы 3 регионда өтті, иә. Соны Алматы, Павлодар, Астана, осы Астана қаласы Сарыарқа ауданында өтті ғой. Бірақ та соның пилотты жобаның әлі де мысалы немесі толық мәселе бұл жерде заңмен бекітілмегендіктен, норма болмағандықтан бұл енді біздің сіз жаңа өзіңіз айтқандай агрессорлардың келгісі келмейді, жұмыс істегісі келмейді мысалға. Оны енді ол заңда көрсетілмеген қай бап ал көрсетші мен қалай барам деп мен неге бару керек? Бұл ерікті түрде жүру керек. Ал егер біз заңда жаңағы оған норма ретінде бекітсек, альтернатива ретінде, жаңағы балама ретінде санкцияға не 25 тәулікке қамаласың, отырасың, бас бостандығыңнан айырыласың, немесе сен сол психокоррекциялық бағдарламадан өтуің керек. Жоқ, мысалы осы түрмеде отырған кезде мысалға 25 тәулік немесе 50 тәулік, сол кезде де психокоррекция болса мысалға жақсы болар еді. Қазіргі кезде сөзіңізді бөлейін, бізде Сен мен болашақ деген республикалық қоғамдық не бар, бірлестік бар. Ол кісілер арнайы осы агрессорларға бағдарлама жасап, қазір ол кісілер жұмыстарын жасап жатыр. Маған бір ұнайтын несі, бұл кісілерді тыңғылықты және жүйелі түрде жасайды. Сол әкімшілік қамақта отырған ер адамды олар сол жерде ғана жаңағы спецприемник дейміз ғой, арнайы қабылдағышта отырған 5 тәулігінде 10 тәулігінде барып жұмыс жасаса, бұдан кейін де ол бостандыққа шыққаннан кейін ары қарай да өздерінің орталықтарына шақырып жұмыс жасап жатыр. Бұл енді қуантарлық жағдай. Бұл енді қоғамның осыған кірісіп, қоғамдағы отбасына дұрыстауға атсалысып жатқаны өте көп жаңа көмек. Енді Гүлмира Тілеуғалиевна, сіз көп жылдан бері осы мәселемен айналысып келе жатсыз ғой. Енді сіздің өзіңіздің жеке тәжірибеңіз бойынша осы біздің көрермендерге, әйелдерге қандай кеңес бере аласыз? Не істеу керек? Осындай болып жатса, егер біз ортада біреулердің осылай зорлық-зомбылыққа ұшырап жатқанын көріп жатса, не істеу керек? Ең бірінші кезекте қорықпау керек деп айтам. Қорықпаңыз, 102 телефонына қоңырау шалыңыз. 102-ге қоңырау шалуға қорықсаңыз, қазір мобильдік қосымша бар. App Store, Play Market арқылы өз телефоныңызға жүктеп алуға болады. 102 SOS деп терсеңіз шығады. Кез келген жерде телефоныңыздан алып, сізге қажет көмекті осы жерден ала аласыз. Яғни жедел басқару орталығында отырған оператор сізге бейне байланыспен шыға алады, аудио байланыспен шыға алады. Бұл жерде сіз көмекті 102-ге қарағанда тезірек аласыз. Себебі ол жерде автоматты түрде телефоныңыз шығып тұрады. 102-де барлық деректерді айту керек қой, мән-жайдың барлығын, анкеталық деректерді айту керек. Бұл жерде оператор сіздің бейне байланыс арқылы барлығын көреді. Бұл жерде сол маңайда жүрген патрульдік полиция сізге бірінші көмекке келеді. Екінші, республикалық 111 деген сенім телефон бар. Бұл жерде анонимді хабарласу арқылы сіз өзіңізге қандай да бір сұрақтарыңызға шешім таба аласыз. Одан кейін бізде Астана қаласында Үміт дағдарыс орталығының сенім телефоны бар, 497889. Бұл жерге анонимді де ашықта хабарласа аласыз. Ең бірінші айтатын әйелдерге қорықпаңыздар. Сіздің басыңыздағы проблема тек сізге ғана емес, бүкіл қоғам боп көмектесе алады. Мемлекеттік органдар бар, үкіметтік емес ұйымдар бар, қоғам бар. Тіпті бізде көршілер де өздері хабарласып жатады. Осылай пәтерді тексеріңіздер, жылап жатқан баланың дауысы естіледі, айғайлаған әйелдің дауысы естіледі деп. Сосын әрбір жаңағы ЖК дейміз ғой, соларда общий домовой чаттар бар. Сол жерде учаскелік полиция инспектор міндетті түрде отырады. Кез келген үйде, кез келген сауда орталықтарында, сауда дүкендерде кіреберісте жаңағы ақпараттық ақпарат ілініп тұрады учаскелік полиция инспекторының. Сол кісіге тікелей хабарласу арқылы көмек ала аласыздар. Гүлмира ханым, онда жаңа канадалық тест туралы айтып кеттік қой, Одара. Сол тест туралы айтып кетсеңіз, осы мына қызыл, жасыл, сол мысалға полиция келген кезде барлық осы
кісілерге осы тест өткізесіздер ғой. Иә. Сол туралы кішкене қысқаша айтып кетсеңіз. Бұл жаңағы сауалнама 10 сұрақтан тұрады. 10 сұрақтың 4-еуі жәбірленушіге қойылады, қалғандарлығы барлығы база арқылы. Бұл көп уақыт алмайды бір жағынан. Екінші жағынан бұл жерде агрессияның қайталану тәуекелін көрсетеді. Кейбір жағдайларда ол төмен болатын болса, ол жасыл, одан кейінгі орташасы 1-ден 3-ке шейін жасыл, ол жаңағы қорқынышты емес, одан кейін 3-тен 7-ге шейінгі ол сары, яғни орташа қауіптегі, сосын 7-ден 13-ке шейін ол жоғарғы болып есептеледі. Бұл жерде жоғарғылармен біз жұмыс жасаймыз. Ол жерде сол күні жаңағы КВС-қа отырғызамыз. Одан кейін ертеңінде соттан өткізіп, ол адаммен сол жерде тікелей жұмыс жасалады. Одан кейін жаңағы бізде үкіметтік емес ұйымдар дедім ғой, сол кісілер сол агрессорлармен ары қарай психокоррекциялық жұмыстар жасайды. Осы бізде әйелдер және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия осы заңды жүзеге асыруға қандай рөл атқарды, не істейсіздер, қандай жұмыс атқарылып жатыр, сол комиссияның жұмысы туралы қысқаша айтып кетсеңіз. Иә, бұл комиссияның ең негізгі тоқтала кететін моменті, заң қабылданбас бұрын комиссия мүшелері бар, осы заңды оңтайлауға өздерінің ұсыныстарын білдірді. Біз бір емес бірнеше жаңағы алаңдарда, бірнеше отырыстарда өзіміздің осы проблемаға қатысты ойларымызды білдірдік, ұсыныстарымызды бердік. Енді осы заңның ары қарай дұрыс жұмыс жасауына комиссияда атсалысып жатыр. Енді ол өзіңіз білесіз, апта сайын мысалы кәмелеттік жасқа толмағандардың құқықтарын қорғау комиссиясы, әйелдердің комиссиясы. Бұл жерде қиын жағдайға әйелдер тап болған кезде осы комиссия мүшелері жаңағы бір терезе тәсілі ретінде көмектесіп жатты. Оның басқасында өзіңіз де жүрдіңіз, талай отбасыларға, талай әйелдерге көмек қолын созып, біраз тірлікті үндемей жүріп өзіңіз де атқарып жүрсіз. Сол үшін сізге мына халықтың алдында эфирді де пайдаланып рахмет айтқым келеді. Еңбегіңіз жақсылығыңыз арта берсін, халқыңыз үшін сізде бір жандай шырылдап көмектесіп жүрсіз. Сізге көп алғыс. Көп рахмет, Гүлмира ханым. Ал енді осы менің ойымша қоғамда осы әйелдердің рөлін өзгерту үшін, мысалға, осы гендерлік теңдік деп жатырмыз ғой. Соны теңдікке жету үшін не істеу керек сіздің ойыңызша? Енді ең бірінші қазір енді біз мемлекет тарапынан квота деп жатырмыз ғой, енді ол екінші жағынан мысалы біз сон балабақшадан, мектептен бастап тәрбиелесек, қыз балаларды мысалы ұл балалармен тең дәрежеде ұстауға, қыз балалар мысалы бізде жай аулада жүргенде де мен байқап қалам да, кішкентай ұл мен қыз ойнап жүріп жаңағы ұл бала қыз баланы итеріп қалса, қыз бала жылап мысалы шағымданып мамасына кетсе, ну ладно, он же мальчик деп жатады, это уже оправдывает его действие, да, ол дұрыс емес. Бұл жерде біз ана ұл баланың кішкентай болсында кішкене қылығына біз төзімділікпен қарап тұрмыз. Олай болмау керек. Заңда жаңағы жынысқа бөлінбейді, барлық адам конституциямызда көрсетілген, барлық адам заңның алдында бірдей, соттың алдында бірдей. Сондықтан кішкентай кезден бастап осы қыз балаға деген құрмет, қыз балаларға деген жаңағы жақсы қарым-қатынасты қалыптастырған дұрыс. Одан ары қарай мысалы қазір жастардың ортасында өте көп қыз балалардың жаңағы шешім шығару позициясына ұмтылуы. Ал енді мысалы 40-30-дан асқан жас мөлшеріндегі қыз келіншектерге қарасам, олар көбінесе өздерінің жаңағы отбасылық өмірлеріне басым приоритет береді. Себебі енді
басшылық орында жүргенде жаңағы отбасымдағы баламның жағдайы, отбасым жағдайы деп соған басты назар аударады да, жаңағы карьералық немесе жаңағы басшылық немесе жаңағы шешім шығару позициясына өз еркінен бас тартып жатқан жандарды мен көрдім. Қазір мысалы әлеуметтік желілерде күн сайын біз жаңалықтардан мысалы көп көріп жатырмыз. Білімді, білікті, жағдайлары бар, сондай белгілі әйелдердің өздері айтып жатады. Біз осылай зорлық-зомбылыққа осы көп жылдан бері мен төздім, осылай 10 жыл, 20 жыл деп сондай оқып жатамыз. Соның не деп ойлайсыз? Неге сондай жағдайлары бар, мысалға ақша таба алады, білімдері бар, өз құқықтарын білетін әйелдердің өзі осы зорлық-зомбылыққа осылай төзіп келемін деп жазып жатады. Сол неден болып жатыр? Оның ең біріншісі ұяда не көрсең ұшқанда соны білесің деген қазақтың бір тамаша сөзі бар, мақалы. Оның барлығы сол жүріс-тұрыс модельдің отбасында қалыптасқан түрі. Егер кішкентай қыз баланың көзінше анасына қатысты қандай да бір құқық бұзушылық орын алып жатса, оған анасы шыдаммен, төзіммен қарап ары қарай әрекет етпесе, қыз баланың бойында соған төзімділік пайда болады. Оған ол қалыпты норма жағдай ретінде сонымен ары қарай өсе береді. Ал егер ұл бала сондайды көріп өссе, ұл баланың бойында чувство безнаказанности болады, жаңағы жүгенсіздікке апарады. Ол да оның ойында да үлкейгенде модель поведения солай қалыптасып қалады да. Бізде мысалы агрессорлардың ішінде өте көп болған. Моя же мама терпела, почему ты не терпишь деген нәрселер. Солай айтып жатады, немесе жаңа қыз балалар сондайға, қыз келіншектер сондай жағдайға ұшырап жатқан кезде аналарына қоңырау шалып көмек сұраған кезде ештеңе етпейді, бәрімізде сөйтіп ұят болады, бәрімізде сөйтіп сол жолдан өткенбіз, ештеңе етпейді, шыда деп жаңағы қыз балаларға сөйтіп айтып жатқанның кесірінен арты анандайға барып жатады. Сондықтан бірінші күннен бастап жалпы өзі негізінде отбасын құрмас бұрын жаңағы некені заңдастыруға барған кезде тараптар алғашқы отбасын құру курсынан өтсе деп ойлаймын. Себебі мысалы кез келген мамандықты тіпті даже шаш қиюға біз кәдімгі курстан өтеміз. Шаш қию отбасын ары қарай алып жүруден оңай, қиын емес дүние ғой енді. Ол одан да қиын. Сондықтан сол жерде алғашқы даярлық курстарынан өткен кезде әртүрлі жаңағы практикалық нелер болса, мысалдар болса, сол кризистік жағдайлардан қалай екеуі бірігіп шыға алады. Соны мысалы рольдік ойындар арқылы немесе жаңағы ситуативті жағдайлар арқылы істеп өткізсе, одан кейін ары қарай бұл бірақ еркін түрде болса. Ары қарай отбасы бұған қарамай жаңағы отбасын құрам десе де еркі, немесе жоқ, бізге ойлануға уақыт керек, өз-өзімізбен жұмыс жасайық десе дұрыс болар ма деп ойлаймын. Және де осы мысалға достасып жүргенде осы абьюзердің бірінші қандай, мысалға осылай боянба немесе қысқа киім киме, араласпа, құрдастармен араласпа деген сондай бір қызыл маяктар болады ғой. Соның бәрін біліп жүру керек, өйткені ол күйеуге шықпай тұрып солай айтып жатса, ертең не болады? Дұрыс айтасыз. Ертең осылай мынаны істеме, ананы істеме, былай жасама деп көп айтып жатады ғой. Және де мен мысалы кеше осы әлеуметтік желіден тағы бір оқыған жағдай, енесі келінін осылай ұрыпты, осылай зорлық-зомбылық тек қана күйеуінен емес, енелерінен де көріп жатады ғой. Сондай жағдайлар бар ма? Сол туралы кішкене айтып кетсеңіз. Енді жаңа сіз жақсы бір проблеманың бетін ашып қозғап жатырсыз. Жаңағы дос болып жүрген кезде, үйленбей тұрған кезде қыз балалар өздері байқамай қалады, яғни сезімнің еркінде кетіп қалады да, ұл балалардың тарапынан осындай абьюзивтік іс-әрекеттер байқала басталады, оның жарқын шақтары. Яғни тотальный контроль дейміз, тоталды бақылау. Қайда бардың, қайда келдің, кіммен сөйлестің, телефон тексереді, немесе жүрген несін картадан қарап отырады. Бұл алғашқы симптомдар. Бұған
көңіл бөлу көңіл бөлу керек. Одан кейін жаңа сіз айтып жатқан енесі тарапынан келіндерге тыныштық бермеу, оларға зорлық зомбылық көрсету фактісі бізде де бар, Астанада тіркелген. Біз енелеріне қорғау нұсқамасын шығарып берген жағдайларымыз болып жатыр. Иә. Енді қарап отырсаңыз, бұл әйелдің әйелге зорлық көрсетуі бұл енді нонсенс негізінде. Енді біз сол енесімен сөйлескен кезде енесі айтады, мен де енем маған осылай қараған кезінде. Мен келінімді кішкене ширатайын деп жатырмын деп. Енесінің жаңағы келініне қаталырақ қарап, оны жаңағы қандай да бір құқықтарын шектеп, бостандықтарын шектеп отыруының арты енді ол өзінің басынан өткен жағдайлар сол. Жақсы, енді Гүлмира ханым, сіз терең біліміңізбен және тәжірибеңізбен бөлісіп отырсыз. Біздің көрермендерге менің ойымша жақсы мәлімет бердіңіз. Көп рахмет. Енді осы заң қабылданып, біздің елімізде әйелдердің жағдайы өзгереді деп сенеміз. Енді болашақта да осы мәселе көтеріледі деп ойлап отырмын. Әлемді өзгертетін әйелдер подкасты біздің Қазақстанның әйелдер күштері альянсы және де канадалық жергілікті инициативаларды қолдау қорымен бірге іске асырылып отыр. Көп рахмет. Комментарий жазып, сұрақтарыңызды жазып отырыңыздар. Және де біз айтып кетейін дегенім, сіздер осы әйелдер, қыздар, келіншектер, егер сіздерде қиын жағдай болып жатса, бір белгілі осындай зорлық зомбылыққа ұшырап жатсаңыздар, біздің осы Астана қалалық әйелдер отбасылық демографиялық істері бойынша комиссиясы бар, соғанда хабарласуға болады. Және де Гүлмира ханым осы зорлық зомбылық бойынша бөлімнің бастығы. Бұл кісіге де осы әлеуметтік желілерде және де телефоны, контактілері бар. Егер анонимді түрде хабарласамыз десеңіз, хабарласып көмек алуларыңызға болады. Көп рахмет.